Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш үкімет басшысы Қазалы ауданының құрметті азаматы Ұзақбай Қарамановпен мен 2 рет кездесіп қол беріп амандастым. Біріншісі 1980 жылы Алматы қаласында оқып жатқан ұялық студенттер Жұмаханов Тілеухан қазақ энциклопедиясының бас редакторының орынбасары болды, қайтыс болып кетті. Және Нұрғабыл Қабит бұл да қайтыс болды. Ұялыдағы Мәси деген ағамыз болған, бас есепші, бухгалтер, сол кісінің баласы. Үшеуміз ағамыздың үйіне барып сәлем бергенбіз. Екіншісі 2000 жылы жобасы парламенттік сайлау кезінде мен Қазалы аудандағы Ұзақбай Қарамановты қолдайтын штабтың мүшесі болып, Жалаңтөс Батыр ауылындағы орталық клубта ағамызбен кездесу ұйымдастырғанбыз. Ұзақбай Қарамановты бұл Қазақстан біледі, ел таниды. Ол туралы әндер, жырлар жазылып жатыр. Жақында Ұзақбай Қарамановқа Қызылорда қаласында көше берілді. Әңгіме Ұзақбай Қарамановтың әкесі кім? Мен сол туралы айтайын деп отырмын. Ұялы елді мекенде Ұлы Отан соғысы кезінде ел қамы үшін атақты балықшылар көп болған. Теңізде ау құралдың және ірі балықшылар кемесі аз кезде балықты 15-20 адамнан тұратын жылым бригадасымен аулаған. Бұл жылымшылар бригадасы деп аталады. Жылым бригадыры су асты жағдайын жақсы білетін, балық қыста қай жерге шоғырланады, қай жер балықтың жатағы болады, қандай жерге жыл маусымына қарай жылым салатын сезіне білетін адам болу керек. Міне Ұзақбай Қарамановтың әкесі осындай кісі болған. Ыңғайып Қараман Ұлы Отан соғысы кезінде ұшымызда елді мекеніндегі жылымшылар бригадасының бригадирі. Бұл кісі де теңіздің құпия сырын көп білген. Жылымшылардан бір күн бұрын ескекті қайықпен теңіз бетін аралайды екен. Балығы мол іреттерді дәл біліп, сол жерге жылым тарттырады екен. Руы Үсен. Біздің елде Үсеннен бір ұл туды дегенше, балықтың басына күн туды деген сөз бар. 1939 жылы одақ бойынша ең таңдаулы 80 адамның бірі болып, бүкілодақтық старосты Калининнен құрмет белгісі орденін алады. Одаққа танымал орденді кісі бронмен майданнан босатылған. Осы теңіздің қолтығында Ыңғай деген түбек бар. Осы кісінің әкесінің атымен аталған Қосшоқы жақта Ыңғай деген түбек бар. Әкесі 4 ағайынды болған Қараман әкеміз. Кейін балықшылар колхозының тұтыну кооперациясының басқарма төрағасы етіп тағайындалады. Бірақ Қараман әкеміз балық аулауды аңсай берген соң басшылар балықшылар бригадаларын бақылайтын инспектор етіп тағайындайды. Әкесі Ыңғай, Сырға, Төребек, Орынбасар атты туысқандары болды. Осылардың ішінде Орынбасардың баласы Сәбитті мен көзіммен көрдім. Ұялыда, Бектауда менің әкім Сұлтанмен теңізде қатар жүрді. Кемеде механик болды, моторист болды. Кейін Алматыға көшіп кетті. Мен осы Ыңғайып Қараман туралы материалдарды бала кезімде Бектауда, Қошоқыда болған, Ұшымызда болған, Берденов, Тәжімбет, Шерифов, Әріп, тағы басқа ағалардан ескеніміз. Яғни Ыңғайып Қараманды айтып отыратын, өте зерделі, теңіздің жағдайын жақсы білетін, балықты қай жерден аулау керек екендігін, балық аулайтын іреттерді дәл біледі дейді. Әсіресе қысты күні дейді, жылым тартатын жерлерді атпен аралап, мұздың үстіменен мына жерде балық жатыр,
деп жылын соларға тарттыратын еді. Міне тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш үкімет басшысы Ұзақбай Қарамановтың әкесі осындай болған адам екен. Біз сол Ұзақбай Қараманов ағамыз туралы мақтанамыз. Анау ұшымыздан шыққан, сол ұшымызда 4 классты бітіргеннен кейін әкесі баланың зерек екенін біліп ұялыға көшіп келген. Ағамыз туралы біз мақтан етеміз, себебі біз ұялыда туған перзенттерміз.